Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақтың атақты билері, жалпы және жалқы есімдер. Тақырыбымыздың мақсатын ашылмас бұрын біз сіздермен келесі тапсырманы орындап шығайық. Алдарыңызда тұрған текшелерден жасырылған сөзді табуларыңыз керексіздер. Жасырылған сөзді тауып болғаннан кейін дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен Тәуке ханның атақты 7 жарғысы, заңын жасасқан атақты 3 биі туралы сөз етеміз. Ол ұлы жүздің биі Төле би, орта жүздің биі Қаздауысты Қазбек би және кіші жүздің биі Әйтеке би туралы сөз етеміз. Сабақтың мақсаты сіздер билер туралы білімдерін кеңейтіп, мәтіннің мазмұнын меңгеріп, жаңа сөздерді меңгеру. Пәнге деген, отанға деген сүйіспеншіліктерін арттыру. Сөздік қорларыңызды байытып, жаңа сөздермен сөздік қорларыңызды байыту. Енді мына суретке назар аударыңыздар. Бұл суретте Алматы қаласының ескерткіші орналасқан ескерткіштер. Яғни бұл ескерткіш атақты осы Қаздауысты Қазбек би, Төле би, Әйтеке биге арналған ескерткіш. Енді осы сурет арқылы біз келесі тапсырманы сұрақтарға жауап берейік. Бұл ескерткіш кімге арналған? Би дегенді қалай түсінесіздер? Жүз деген сөзді қалай түсінесіздер? Жүз деген не? Қазақтың неше жүзі бар? Тарих пәнінен білесіздер. Осы 3 жүздің билері кім болған? Қазіргі кезде осы билердің орнын кімдермен салыстыруға болады? Билерге тән басты қасиеттерді атап шығыңыздар. Билердің батырлығы неде? Билер кімдерге кеңесші болған? Алдыңғы слайдтарда сіздер осы сұрақтардың тең жартысына жауаптары айтылған. Сол сұрақтардың жауаптарын қазіргі кезде дәптерлеріңізге жазып алып қойыңыздар. Енді келесі тапсырмаға көшетін болсақ, бұл міне Ақтөбе қаласындағы Әйтеке биге арналған ескерткіш. Келесі біздің тапсырмамыз ол мәтінмен жұмыс. Төле би Әлібекұлы. Төле би Әлібекұлы 1663 жылы қазіргі Жамбыл облысында Шу өзенінің жағасында Жайсан жайлауында дүниеге келген. 1756 жылы Шымкент облысы Ленгір ауданының Ақбұрхан ордасында қайтыс болған. Төле бидің әкесі Әлібек те өз атақты билігімен, әділдігімен аты шыққан адам болған. Төле би жас кезінен хат танып, сауатын ашқан. Ол арабша, парсша, тарихи кітаптарды, аңыз әңгімелерді көп оқыған. Бала күннен Төле әкесінен еріп жүріп, ел көреді, жұрт таниды. Қазақ халқының ақындық шешендік өнерін тәлім алады. 15 жасынан ел билігіне араласып, ақыл парасаттылығымен, шешендігімен, өнермен көзге түсе бастайды. Ол жаңағы орта жүздің Қазбек биі, кіші жүздің Әйтеке би үшеуі Әз Тәукенің бас кеңесшісі болған. Бұл мәтінді дәптерлеріңізге жазып алып, жазып алған мәтіннің ішінен өздеріңізге мәтінді ашатын кілтті сөздерді теріп алыңыздар. Осы мәтінді қазақ тілінен орыс тіліне аударып шығыңыздар. Оған келесі сөздік сіздерге көмектеседі. Жаңа сөздер. Итак, жаңа сөздерге назар аударайық. Қайраткер, деятель, әулет, династия, сауатты, грамотный, билік, власть, бұғау, кандалы, атақты жер жарған, он прославлен, қарапайым шаруа, простой человек,
тәлім алу, учит, пример, біріктіру, объединять, байланыс, связь. Итак, уважаемые ребята, ваша задача. Нужно будет переписать данный текст, составить небольшой конспект с ключевыми словами. Используя новые слова, вы должны перевести данный текст на русский язык. То есть сделать помимо вашего конспекта небольшой кластер к этому тексту, используя слова под этим текстом. Следующий наш Келдібек ұлы Қазыбек. Қазыбек би ол орта жүздің биі. Ол жаңағы 1667-1764 жылдар арасындағы өмір сүрген. Тәуке ханның 7 жарғысын жобасын жасаушылардың бірі. Қазақ халқының біртұтас дербес мемлекет құруға атсалысқан. Қазыбек бидің беделі мен ықпалына ұлы империялардың әкімшілігі дері сүйенген. Қазыбек биді біз 3 қырынан тануға болады. Біріншіден ол асқан шешен ақын кісі болған. Екіншіден дау жанжалды шеше білген әділ қазы. Үшіншіден халық аралық дәрежедегі елші, қоғам қайраткері. Қаздауысты Қазыбек бидің денесі Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи сағанасында жерленген. Қазыбек би 97 жасында қайтыс болған. Итак, Келдібек ұлы Қазыбек. Годы его жизни 1667-1764 года. Он тоже был одним из советников Тәуке хана. Также его можно рассмотреть с 3 сторон. Первое, если он был акыном. Второе, он был судьей. И третье, он был дипломатом. То есть, ребята, ваша задача, нужно будет законспектировать данный текст, сделать, опираясь на ключевые слова, сделать кластер. Используя данный кластер, вы должны сделать небольшой перевод к этому тексту. Точно так же, как и в первом тексте Төле би. Итак, внимательно смотрим на порядок выполнения ваших работ. Первое. Внимательно прочитайте текст. Второе. Разделите его на абзацы. Выпишите непонятные вам новые слова. Переведите их. Подготовьте устный ответ. Но устный ответ это у вас будет ваш перевод с ключевыми словами. И последнее задание. Жалко сөздерін теріп жазыңыз. Это слова. Жалко есімдер. Ваша задача, нужно будет выписать жалко есімдер из обеих текстов Төле би и Қазыбек би. То есть в казахском языке жалпы есімдер есть и жалко есімдер есть. Да? Собственное и нарицательное. Вот ваша задача выписать собственные слова из этого текста. Следующая задача. Трек сызба ойны игра. Кластер, так скажем, да, используя данный текст, так скажем, да, нужно будет составить кластер на наших 3 биев. Итак, ел аузында, в народе говорят, Төле тауып айтады, Қазыбек қазып айтады, Әйтеке жарып айтады деген сөз бар. Бұл неден шыққан? Төле би ақылды, әділ адам болған, Қазыбек шешен, тапқыр, батыл кісі болған, Әйтеке би шешендігімен қоса ел билеген кісі болған. Үшеуі де халық қамын ойлаған кісі болған. Төле би ұлы жүзді, Қазыбек би орта жүзді, Әйтеке би кіші жүзді басқарған. Итак, этими словами мы можем с вами подытожить сегодняшнюю нашу тему. И используя данные слова, данную информацию, вы должны будете составить кластер, выписать прилагательное, раскрывающий образ каждого бия и особенности. А далее вы можете в общем написать, что они втроем, что их объединяло? 3 биев. Яғни 3 бидің ерекшелігімен олардың ұқсастықтарын астына жазып шығасыздар баған бойынша.
И дополнительная информация про Казбек Би. Каздаусты Казбек Би говорил такие слова. Не қымбат, что дороже. Алтын ұян әйелің қымбат, құт береке атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат, туып өскен елің қымбат, кіндік кескен жерің қымбат, ұят пенен арың қымбат. Вот эти слова Каздаусты Казбек Би вы должны записать себе в тетрадку. Так, и в заключение мы с вами сделаем тест. Нужно будет ответить на вопросы тестовые. Ответы потом мне отправите на почту с выполненными заданиями. И дополнительная вам творческая работа «Егерде мен би болсам» тақырыбына эссе жазу. То есть написать небольшое эссе, если бы я был бием, да? Все, ребята, спасибо за урок. Жду вашей работы на почту или на WhatsApp.